Армысыңдар ағайын. Ассалаумағалейкум жамағат. Бұл менің 4-ші видеом. Шыңғысхан туралы кіріспе. Алдағы болатын видеоларымның дерек көздері туралы айтып өтсем екен деп тұрмын. Сол жалпы көпшіліктер естіген шығарсыздар. Плана Карпини деген бар, план Марко Поло деген бар, Рубрук деген бар, Беридия дегендер бар. Марко Поло 13-ші ғасырда жазылған кітап. Жаңағы Рубрук пен плана Карпини де 13-ші ғасырда жазылған кітап. Жалпы бұл дерек көздердің бәрі білесіздер мен. Бұл бір тарихи әдебиет емес, негізінде бұл жаңағы адамдардың алтын ордаға келген кездегі жаңа Шыңғысханның ұрпақтарының ставкасынан келген адамдардың барлау, яғни тыңшылық нәтижесінде жазылған деректер. Ал нағыз дерек Шыңғысхан туралы ол жаңағы әдебиет, ол Рашид Хамаданидің әдебиеті болып табылады. Жаңағы 14-ші ғасырда жазылған, авторы, алғашқы авторы Болат Батыр, Болат Ноян. Ал оны парсыша сөйлеткен Рашид Хамадани және толықтырған өзінің ханның әмірімен Қазан хан және Олжайт хан, ол екеуінің әмірімен сол кітапты толықтырған 1300 бен 1316 жазылған кітап. Таза өздері туралы жазылған кітап. Қалған Қытай жақтығында деректері бар. Мен Хум дегеннің ең алғашқы моңғолдар туралы жазылған кітап. Оның кезінде 1220 жыл жазылған. Ол кісіде барлаушы болған, қосынына келген. Ол кезде ол қосынның басшысы Мұқалай Жалайыр болған. Мұқалай Жалайырға барған. Одан басқа 1233-1235 жылдар аралығындағы Пендая және Суютин деген екі Қытай елшісі жаңағы Шыңғысхан империясын аралаған. Олардың да жазған барлығы не болып табылады? Барлау, тыңшылық нәтижесі жазылған деректер жиналған. Одан басқа өте маңызды тарих, ол енді біздің осы видео жазбалардың және тарихи видео жазбалардың дерегінің соңғы точкасы ретінде қабыл аласыздар. Ол жазба Ибн Рузбек хан 1509 жылы жазылған кітап. 1509 жылы жазылған кітап. Онда қазақтарды жаңағы Шыңғысханның халқы деп жазылған, және бұрынғы атаулар татар деп жазылған. Сол кітаптың бетін көрсетем. Айтып қойдым мен алдын ала. Сол енді бұлай эфирға шығып тұрған себебім осы, былай айтқан кезде қанаттанып, себебі бірінші видеомда 4000-нан аса адам қарапты. Аккаунтыма негізі 50.000-ға жуық адам жазылды. Сіздердің өтініш бөлісіп отырыңыздар. Сөйлеген сөз мәнерімде кемшіліктер болуы мүмкін. Болуы мүмкін емес, бар, өзімді білем. Өйткені мен бұлай әлі интернетке видео жүктеп көрген адам емеспін, және экранға сөйлеп көрген емеспін. Бұл бір сондай дарындылық қажет ететін нәрсе екен дайындықта. Рахмет назарларыңызға.